Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабалармен бірге отырған кезде сырттан дабылдың дауысы естіледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мекке тұрғындары неге шулап жатыр дейді. О Алла елшісі, қалаға сауда керуендер кіріп келеді, адамдар соған асығуда дейді сахабалар. Онда тұрыңдар, біз де көріп келейік деп барлығы сыртқа шығады. Қалаға бірден 7 керуен кіріп келе жатыр екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам байлыққа малынған саудагерлерді көріп, Алла тағала бұл саудагерлерге мол байлық берген екен, ал менің сахабаларымда оның бірі де жоқ деп мұңаяды. Арасында Алла елшісі мен сахабалар өте жұтаң тұратын, тіпті кейде аш жататын күндері де болушы еді. Осылайша ойланып тұрған кезде Жебірейіл алейхиссалам пайда болып, о Алла елшісі, Алла саған жеткізуді бұйырды. Саған 7 аяттан тұратын сүре Фатиханы жіберді. Оны үнемі оқитындарға тозақтың 7 есігі жабық, өлімнен басқа барлық ауруға емдеді. Бұл сүре түсіп жатқанда бір шайтан дірілдеп айғайлай бастады. Атармандары мұны естіп, не болды деп сұрады. Ол былай деп жауап берді. Бүгін ол үмметке сондай бір сүре түсті. Оны оқығандар жұмаққа кіреді. Оны оқитын адамға қарсы біз еш нәрсе істей алмаймыз. Біздің қақпанымыз, азғырымыз құрдымға кетеді, деді. О Мұхаммед, деп сөзін жалғады Жебірейіл алейхиссалам. 7 аяттан тұратын бұл сүре қалаға кірген 7 керуеннен артық емес пе? Әрине, бұл сүре әлде қайда артық, деді пайғамбарымыз. Олай болса, сен оның қасиетін ұғынып, құрмет көрсет. Сосын пайғамбарымызға бір аят түседі де Алла елшісі оны оқиды. Кәпірлердің бір бөлігіне берген дүниелік өткінші нығметтерімізге қызығып көз сүзбе, сондай-ақ иман етпеді, ақиқатты түсінбеді деп олар үшін мұңайма. Мүміндерге жанашыр, кішіпейіл әрі қолқанат бол. Сол замандағы Аттадан радиаллаху анху Фатиха сүресі қашан түсті деп сұрағанда, ол Меккеде болған жұма күні пайғамбарымыз Алланың берген сыйы Фатиха түсіп жатқан уақытта жерге Жебірейіл алейхиссалам 70 000 періштенің қоршауында түсті деген. Бір деректе істеген күнәлар үшін Алла жазаламайды. Алайда кімде-кім Фатиха сүресін оқитын болса, Алла тағала ол кісіні 40 жылдық жазадан құтқарады делінеді. Анығын Алла біледі. Енді 10 бәледен тұратын 10 сүреге тоқталсақ. Бірінші сүре Фатиха сүресі Алланың қаһарынан қорғайды. Ясин қиямет күні шөлден құтқарады. Духан қиямет күні болатын қорқыныш пен үрейден құтқарады. Уақиға кедейлік пен мұқтаждықтан, мүлік қабір азабынан сақтайды. Кәусар сүресі өзгелердің жек көруінен сақтайды. Кафирун сүресі ақыреттегі өмірге сенбей, кәпір болып өлуден сақтайды. Иқлас 200-лік пен өтіріктен сақтайды. Фәлақ сүресі көз тию мен дауадан сақтайды. Нәс сүресі шайтанның азғыруынан, сыбырлауынан қорғайды. Ендеше осы сүрелерді оқып, әр уақытта Алланың қорғанында болайық. 10 бәледен құтқаратын 10 сүрені әр қайсымызда жаттап, оны өз өмірімізде қолданайық. Алла бізді өзі разы болған пенделерінен еткей. Әмин.